Ортаны ашайық, ортаны ашайық. Берекет. Ұжымдастардың құрметіне Инабат қыздарыңыздың әдемі әсем әніменен қабыл алсаңыздар. Аламан би! Коллектив! Ortadan gittiğim seçimimiz yok olsun. Sulambada şatanыбым ыргагым менен, билип жандарда шаттаныбым сыңарым менен.
жаным расында, сырыңды менен жасырма. Нұр шашқан күндей, құлпырып гүлдей, жүремін мәңгі қасында. Нұр шашқан күндей, құлпырып гүлдей, жүремін мәңгі қасында. Ғашық қылған бәрінен асып туған дарасың, сен дарасың. Маған жанашыр өзің ғанасың, тапқан жанымның жарасын. Маған жанашыр өзің ғанасың, тапқан жанымның жарасын. Ортадан кетпем шешінбейміз жалғасады. Қарап тұрсам тағы өмірдің көп қой заңы, қызықтың алда бәрі. Қарап тұрсам тағы достарым өмір сәні, аман болсын бәрі. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дәрі ғой, бақшылар жап қой. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дәрі ғой, бақшылар жап қой. Виле, 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 виле. Гүлірек! Жаңа өзен! Бұл өмірге мен үшін бір өзім бар, екі көзім басқаны байқамайды. Қайталанбашы кетпеймін өзім бар, қалған бәрі соңында қайталайды. Ал сен ары қиналсың, соған халық илансың. Саған қолы жете алмай, бәрі қиналсың. Ал мен ары қиналман, таза табиғи нәрмін. Маған қолы жете алмай, бәрі қиналсың. Сен десе дауыл білесің біздің жайды, өмір жазалайды. Алмасам сендей көктегі күміс айды, өмір жазалайды. Хаттарым қанат өзіңе қарай жайды, енді мазалайды. Күн-түні күткен бақытым менің сенсің, жүрек алдамайды. Қайтадан тегіңмен ғана сүйер жаным сен ғана, сенен басқа ешкім жоқ, жүрегіме кел қара. Қайтадан тегіңмен ғана сүйер жаным сен ғана, сенен басқа ешкім жоқ, жүрегіме кел қара. Айнала сенімен кең дүние, сен болмасаң тар дүние, тоссам қолым жетеме, жанып барат жан дүние. Ай, рахмет. Ай, бәрекелді! Қошеметтеріңіз болсын Инабат қыздарыңызға. Рахмет, Инабат, өркенің өсе берсін. Ал құрметті қонақтар, дастархан басына жайғасып, үлкен ұлы тойдан сыбаға болсын той бастар. Той деген Алланың берген қазынасы, қадірменді қонақтар. Той деген қазына ғой, тойласаңыз, сізді Құдай сыйласын, сыйласаңыз. Ақ тілекті арнап келген ағайындар, иншалла сіздер де дәл осылай той жасаңыз деп, той табаққа қарай бет бұрайық. Қабыл алыңыздар, той бастар.
ағайын той басталды келіңіз, ықыласты ниет қылып көппен бірге келіңіз. Қазақ атты елімнің құдіретін тануға, ұрпағының жасаған ұлы тойын көріңіз. Мәнбас ұлы халқымның көреді құрбына, жақсы бәлім көтерді еліменен жұртына. Бабалардың дәстүрі бақшамен білуге, жастығының қызуы жанымен ұмтыла. Ертеңдікті сүйетін еліміздің танытқан, жастарының жігерін жыр қайратқа жанытқан. Ата жұртым салтымен жүректерге жолдауы, шешендік пен мәрттікті ұрпағына дарытқан. Ой, бәрекелді мінекей. Ұлы тойдың сыбағасы деңіздер. Қарындасымыздың жолы болсын деген үлкен ниетіміз, бұл қазақтың дәстүрі. Осындай үлкен тойға дайындық үстінде мінекей мың бұралған бейші қыздарымызға, осы бір үлкен дайындықты дайындаған қыздарымызға бір үлкен алғысымыз шексіз. Алла разы болғай. Ал енді, құрметті қонақтар, енді үлкен аста қазір дайын болады, бірақ оған дейін тағы да бір осы жерде өзіміздің ет жақын бауырымыз дейміз, бауырластар, тумаластар, қос апаның баласы отыр, алыстан аттерлетіп келген, Маңғыстау менің жүрегім, Жаңаөзен қайдасың деп, алыстан келіп отырған бөлелер бар, жиендер бар. Қошаметпен құрметпенен екі апаның баласын Құдай айырмаса, мен айырмайым. Қайрат ағамыздың жиен бөлелері, Нұргүлдей қызымыздың жиен бөлелері. Қош келдіңіздер. Хоп! Көрсемде талайды, ажарың арайлы, әмірім жүрмеген жүрегім қалайды. Кейде сен қаттысың, кейде тым тәттісің, мен сүйген аруға сен маған бақсың. Ай, жүрегім айықсаң, сезімді бағала, сен маған лайықсаң, басқаға қарама. Аққудан алмайсаң, көңілім толама, гүл берсем алмайсаң, солай болама. Ай-хай! 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 Ай мекен жұлдыз бар, Бәрекелді. жарқырап тұр. Пай-пай, ай-хай! Ассалаумағалейкум, аса құрметті жиендер, бөлелер, қош келдіңіздер. Кәнекей, үлкендер сөйлеп, жастар билеп дегенде, арымен қарай тағы да жалғастырайық. Аға, апындар сөйлей ма? Апа. Ал жақсы, жаңа ауылы, Еркегүл, Ажархан, Қайрат Бақтыгүл, мына мереке оң болсын. Балдарыңыздың жолы болсын. Алла тағала алтыннан тақ бергеннен бармақтай бағы болғай.
Мына жаңа келіп атқан құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын, төрден алған орындарыңыз құтты болсын, қолдарыңызға қондырып атқан құстарыңыз құтты болғай. Екі бала бақытты болсын, Нұргүл жаным, өмірдің екінші баспалдағына аттап атқан қадамың құтты болсын, барған жеріңе тастай батып судайсың, артыңа сөз келтірмейтін, әжеңдей, анаңдай, көріп жүрген апаларыңдай, байда бақытты, үлкен шаңырақтың анасы болғайсың. Бақытты болың, өпірлі шүпірлі болың. Бақыттың ішінде бәрі сият, Алла тағала тек не берсе бердім деп бергей, жақсылығымен бергей. Жолы болсын балдарыңның. Ал тойшоғым тойға қош келдіңдер. Жаңа ауыл тойларын құтты болсын. Еркегүл, Күләш, енді қыздар, келіндер, Нүркен, Амантай, енді бөлелеріміздің бәрін айтқанды. Қайратша мен Бақтыгүл, мына алғашқы балдарыңыз жолы болсын, барған жеріне бақытты болсын, бақытты болам деп барсын, екі жаққа сыйлы болсын. Әлпештеп баққан балдарыңды енді бүгін ұзартып атсыңдар. Мына 2 жас қайта бақытты болып, 2 жақтың анасын сыйласаң, еш уақытта қор болмайсыңдар деп ойлаймын. Тек барған жеріңде бақытты бол, Нұргүл. Тек Байбоз ауылынан келген құдалар қадамдарыңа гүл бітсін. Біздің енді ауылымыздың қызын алып жатыр екенсіңдер. Біздің жаңа ауылының келіндерінің бәрі жақсы. Нұргүл де сол апаларының ізін қуып, жеңгелерінің қолын қуып, сол Байбоз ауылына жақсы келін болады деп ниеттемін. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Қош келіңіздер тойға. Аманттар әулеті, бүгінгі жасап атқан тойларыңыз құтты болсын. Нұргүл қызымызды ұзатып отырған той оң болсын, барған жерін бақытты қылсын, суалдың атақты семьясы болсын балдар. Екеуінің шаңырақтары биік, керегелері кең, терезелері тең болып, үлкен семья болуға тілектеспіз. Байбоз ауылынан келіп жатқан құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын. Қайрат, Бақтыгүл келін тұмсықтыға қақтырмай баққан қызыңыз ғой аялап. Жолы болсын, барған жеріне баянды, инабатты, ибалы келін болсын. Той қыласын. Ал, құрметті қонақтар, ассалаумағалейкум. Мына той құтты болсын. Той қыласын. Мына себекер 2 жас қой, 2 жас бақытты болсын. Қайрат бөле, мына Бақтыгүл келін, Құда қаласа бұл тойларын той қыласын. Жаңада айттық қой, жастар бақытты болсын. Мына алғашқы тойларын ғой, өткенде айттың ғой, Құда қаласа мына енді, мына қаптарын енді ашылмады Құда қаласа да. Құда қаласа келін алып, осындай әрқашанда мына дастархандарыңыз тойға жайылсын, дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Мына бір жағынан рахмет айтарым, мына Ақтөбеден, Алматыдан, Астанадан келіп атқан нағашыларым бар. Мына бөлелердің атынан бәріне жалынды сәлем айтам. Рахмет сіздерге, осынша құрметтеп келіп атсыздар. Мына Қайрат бөлем бар, басқа бөлелерім бар. Со құрметтеп, рахмет сіздерге. Осы сыйлап, менің Киік апам, мына Үзіл апам деп сыйлап келіп отқаныңызға сізге ризамын. Әрқашанда жастар бақытты болсын, той қыласын. Әрқашанда тойда кездер біздік болсын. Аумин. Сол үшін. Аумин, аумин, аумин. Ал жаңа ауылы бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз оңнан болсын, құтты болсын, қызымыздың жолы болсын деймін. Ал Ақжезде, Бақош, алғашқы қызықтарыңыз, алғашқы тойларыңыз ғой. Балдарыңыздың жолы болсын деймін. Жастар бақытты болсын, бақыттары баянды болсын. Тек шаңырағының түтіні түзу шығатын жанұялардың бірі болсын дегім келеді. Аумин, аумин, аумин.
Ал құрметті тойшы қауым, бүгінгі екі жастың, оның ішінде Жалғасбек пен Нұргүлдің бақыт тойы құтты болсын. Енді тойдың боларына болады қызық деп, бұл тебіренген тойды ұзақ уақыт күттік. Не айтамыз, келген құдалардың қадамдарына гүл бітсін, екі ауылдағы арасындағы көпір мықты болсын дейм. Нұргүлше енді көп семьялы, көп балалы отбасынан шыққан, аға жеңгені көрді, үлкен әжесін бақты, іні қарындастарын бақты. Жаман келін болады деп ойламайым. Әке-шешесінің үмітін ақтап, тек күліп, жайнап жүрсе, біз соған тілекшіміз. Рахмет. Ай, бәрекелді. Ал Қайрат аға, жеңіше, ал Ақнұргүлдің жолы болсын деймін. Біз өзенге келген сайын апымға сәлем етіп кетеміз. Нұргүл нан ауыз тегізіп, мамасына дастархан жайысып, жүретін қыз еді. Міне енді өзінің құтты мекенін тауып, өзінің үйіне кетіп бара жатыр. Ал Нұргүл жолың болсын. Бақытты болыңыздар. Тек жақсы отбасы болыңыздар. Біз сіздің әрқашан тілекшіңізбіз. Тек жақсы отбасы болып, биіктен көріне беріңіздер. Аумин, аумин, аумин. Амин, амин. Жақсы енді. Аға, жеңіше, және осы әулетке қарасты ағаларымыз бар, жеңгелеріміз бар, апаларымыз, баршаларыңызға тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, тек әрқашан тойда кездесейік деймін. Нұргүл, бақытты бол, Жалғасбек екеуің, дендерің сау болып, тек әрқашанда осылай әдемі жүзді күлкілеріңмен жүре беріңіздер деймін. Алдыңғы аға жеңгелерінің, апа жезделерінің жолын қуған бақытты семья болыңыздар, ақ жол тілеймін сіздерге. Аумин, 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 аумин. Жаңа ауылы, Шегем ауылы той құтты болсын. Нұргүл қызымыз бақытты болсын. Барған жеріңді Нұргүл жанын бақытты қылам деп бар. Екі араға салынған көпір, екеуіңіз бақытты болсаңыз, екі құда бір-біріне мың жылдық болады дегендей. Мамаң енді ақылды, инабатты, өте біздің жақсы көретін сіңіліміздің бірі. Мамаңа ұқсап, мамаңнан алған тәрбиеңмен мен ойлаймын, жақсы келін боласың деп. Қайрат, бірінші енді ұзатып атқан қыздарыңыз ғой. Бағы болсын, осы барған жерінде бақытты қылсын. Артын бәрі той бола берсін, келесі Алматыдан келесі енді бала үйленіп жатыр деп келейін мен тойға. Бәрекелді. Қосыламыз ба? Айтыңыздар, айтыңыздар. Алло. Ал құрметті таушы қауым, ал бүгінгі мен бөлесімін, Бақбақөштің. Ал қыздарыңыздың мен сөйлеп атқасын ба? Конечно. Ал жезде, Бақтөл, ал қыздарыңыздың жолы болсын, дені сау болсын, барған жерінде бақытты болсын деме, бақытты қылам деп барсын дейм. Байбоз ауылы түсіріп атқан келіндеріңіз құтты болсын. Екі жаққа салынып атқан алтын көпір мықты болсын дейм. Екі жас бақытты болсын, бармақтай бағы болсын. Тек сіздерді қуантып жүре берсін дейм. Біздер тойға келіп жүре берек. Сол үшін. Бәрекелді. Тілек ниеттеріңіз мінекей. Жылқыма дос деген болады, жылқыма. Жылқып алыңыздар, иә. Ал Қайрат, Бақтыгүл, балдарыңыздың жолы болсын, екі жас бақытты болсын, манадан жақсы тілектің бәрі айтылып отыр, періштенің құлағына шалынсын, балдар бақытты болсын, жолы болсын. Ой, бәрекелді. Ау, аға. Дұрыс. Қырықтың бірі қыдыр деп атырмыз. Жақсы. Ал қадірмен тойшы қауым, Қайреке, жеңше, тойларыңыз құтты болсын. Енді қызымыз бақытты болсын, бағы болсын, жолы болсын. Енді екі жастарға айтатын бір тілек, әрқашанда үлкендерді сыйлау керек. Ренжітпеңдер. Қызметтен шаршамаңдар ешқашан. Себебі ата-анадан үлкен ұғым жоқ ешқандай. Сондықтан кейін осыңыз қалай көрсетесіздер, солай отбасы болып кетесіз. Сіздің алдыңызда тұрған талай отбасылар осылай әдемі өмір сүріп отыр. Сондықтан кейін үлгілі болыңдар. Тек жақсы тілеймін. Үлкендеріміз аман болсын. Енді Нұргүл жақсымен біз келген кезде де кішкентай қыз еді.
Енді бір қасиеті бар, Каратайға барған. Опа! Жалғасбек. Ескерту емес, тек қаперіңде болсын деген ғой. Рахмет баршаңызға, аман болайық. Бәрекелді. Анаң қара. Абайла деп жатыр Жалғасбек, абайла. Естелікке мынау жиын бөлелер күнде келе бермейді. Естелікке бір сурет, сосын мына жиын бөлелердің бей тамаша екен. Бір бей сосын етке отырсақ. Ет жейтіндер ме? Ет жейміз қазір, тоқтайдыр. Сурет қайда? Бей керек жоқ па? Бәрекелді. Кім? Мен емес? Оны сай. Не болып атыр? Мен сай. Мұны не істеп ойналайын? Сурет қайда? Сурет? Жоқ. Тастар. Жоқ. Темірді қызған кезінде соқ дейді. Ет суып қалмасын. Дастархан басына шайқасыңыздар. Үлкен ас дайын болды деп жатыр. Құрметті қонақтар, жиындар, бөлелер, тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Рахмет. Ал құрметті қонақтар, барымызбен базар. Мынау енді той болған соң ертең енді жұма ғой. Құрметті қонақтар, мұсылман дейтін жұманы қасиеттеп қадірлеген. Сондықтан дәл қазір бір емін еркін арқаны кеңге салып тойлайық. Уақыт бар, Аллаға шүкір. Әр ұлттың тиесілі тағамы бар екен. Орыстың ұлттық тағамы қандай? Орыстың ұлттық тағамы борщ емес, колбаса. Базардан сатып алмаса, таңғы шайын ішпейді ғой, колбасасы болмаса. Өзбектің жейтін палауын күнде жемесе желбіремейді жалауы. Қытайлар бәрін жейді екен, өңешінен өтсе мейлі екен, құрт құмырсқа бақашаян деликатес дейді екен. Ал қазақтың жейтіні ет дейді. Етке тағам жетпейді, қазы қарта жалжая, денсаулыққа септейді. Етке тойған қазаққа қыста суық өтпейді. Сондықтан да қазақтар еттен алыс кетпейді. Болмайды екен ғой. Қазақтың үлкен асы бар, құдаға тартар басы бар. Шапалақты ұрсаңдар, ортаға қарай тасылар деп, құрметпенен үлкен асқа бет бұрайға қайнар. Ас келет, асты бастап, бас келет, бас келет.
Vay 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 Şerkinay, şapalakta urmay beken ağayın. Koşemetlerin. Қандай керемет көрініс, құрметті қонақтар. Бұл тек қана Маңғыстауда. Ал енді барлықтарыңыз білесіздер, енді мен енді Маңғыстаудың азамат жігіттеріменен, Қарлығаштай қарындастарыменен мақтанам. Бәрекелді. Олай болса, құрметті қонақтар, мынау енді көп сөйлеп созбай-ақ, мына теледидарға көз жүгіртеміз деп жатыр. Жалпы енді Жалғасбек пенен Нұргүлдей қарындасымыздың өздерінің дайындаған, осыған дайындық үстінде қаншама қарындастарымыз, қыздарымыз үлес қосып, уақыттарын бөліп, үлкен көп дайындықта болған. Сол дайындықтың нәтижесі қазір экраннан көретін боламыз ағайындар. Қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар, көздеріңіз экранда, ауыздарыңыз дәмде. Осылай жетелейді жырақ қарман, құрбылар артта қалар сырақтарған. Туған үй атаң қалды, анаң қалды, артыңа қарайлама бірақ қарғам. Көрсетіп жап-жарық жасаған жол, жақсылық әкелсін босаған мол. Жүрерсің анаңның өзіменен, жат жұрттық жарығым қошаман бол. Несіне алаңдаумен егілемін, бір емес екеу болдай сенің елің. Келіннің алды болған айналайын, еліңнің еркелеткен елік едің. Көрсетіп жап-жарық жасаған жол, жақсылық әкелсін босаған мол. Жүрерсің анаңның өзіменен, жат жұрттық жарығым қошаман бол. Көрсетіп жап-жарық жасаған жол, жақсылық әкелсін босаған мол. Жүрерсің анаңның өзіменен, жат жұрттық жарығым қошаман бол. Жап-жарық жасаған жол, жақсылық әкелсін босаған мол. Жүрерсің анаңның өзіменен, жат жұрттық жарығым қошаман бол. Жат жұрттық жарығым қошаман бол. Жырлар жебектей, қозы сүйген баяндай, еңілік пен кебектей, махаббатым ай. Шапағатпен таң атқан, ғашықтармен санасқан болсын мәңгі көк ас. Шық жеткен қырандай, кезіп жүрген қол.
деп саңдарым адамның бітпес арманы осы бір әнді саған арнадым өмірлік менің жан жарым Қоспырымың өріліп, тобығың ай төгіліп, көздің жауын аладай, сондай көркем көрініп, ай жүзіңі сарайлы, тамсандырды талайды, көрген жандар өзіңе қор қызындай ай қарайды. Сен қазақтың қызысың, жібек баян ізісің, асып кетер сендерден сұлулар жоқ біз үшін. Иманы мен әдебі, қарапайым әлемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Целая история. 18 ғасырдан бері қарай көрген болып тұрмын. Шынында да екеуіңіз махаббаттарыңыз мәңгі болғай. Жалпы адамның ең бастысы сезім дейді. Адамның сезімінен сезіктен бе, сезімді сезіне біл төзіп көнді. Ақыл менен парасат бұғынады, шынайы, шын сезімге кезіккенде. Жалғас пенен Нұргүлдің сезімі мәңгі болсын деп шабала құрыңыздар ағайындар. Ал енді ас болсын, құрметті қонақтар. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз бізде, көздеріңіз бізде, құлақтарыңыз әнде деп жалпы енді әрмен қарай Нұргүлдей қызымызды мынау ырымдап, өзінің құрбылары бар мына жерде отырған, үкі тағып, жұғысты болсын деген ниетпенен үлкен бір тарихи сәт болғалы тұр. Ортаға мөлдір қыздарыңыз да келіп жетті. Мөлдір, әрмен қарай микрофон өзіңізде. Рахмет. Олай болса, құрметті ағайын, мен осы жерге Нұргүлжанның дос қыздарын, құрбыларын, жолдастарын, жұмыстастарын шақырғым келіп отыр. Қыз жолдас, сіз де келіңіз. Сіздерге де осындай керемет күн жұғысты болсын деген ниетпен қазір Нұргүлжан өз қолымен әдемі браслеттерді тағатын болады. Құрбылары келіңіздер. Осы жерге қойыңыздар. Нұргүлдің құрбылары жиен бөлелерден болса, сіз ар жаққа барсаңыз болады. Қыз жолдас, ар жақтан қарап тұра қойыңыз. Келіңіздер. Тек қана құрбы құрдастарымен жиен бөлелердің ішінен де болса, келіңіздер қыздар, ұялмаймыз. Қазір Нұргүлжан өз қолымен осындай браслеттер таратады. Және де Нұргүлжанның нағашы әжесі арнайы тіккен осындай көрпешелерді өзіне жақын деген құрбыларына тарататын болады. Қабыл алғайсыздар, тойларыңыз тойғаласын ағайын. Шашқан жүзіңнен мал мінез үлгілесің. Жылиғаның, ұялғаның, ұсынғандай қиялмағың. Жайнай бір жол қосындай тілегім сол, бақытты бол. Арығы сарайлы таңбысың, жамалың ереткен жандышың. Аяулы қанатан құсым, бақытты бол, бақытты
қошеметтеріңіз мөлдір қыздарыңызға. Рахмет. Қыздар, сіздерге де жұғысты болсын. Бұның барлығы қазақ халқының бір салтында бар, дәстүрде қалыптасқан, оның ішінде осы Маңғыстауда қалыптасқан. Нұргүлдің бүгінгі күні барлық мына құрбыларына да жұғысты болсын деген ниетпенен әрмен қарай, тағы да бір мына үлкен астың үстінде, мақпал сорпаның үстінде өмір деген қатар тосқан жеңілі мен ауырын, шуағы мен дауылын деп ақындар жырлағандай, сол өмір туралы бір кішкене болса да ән болсын деп жатырмыз. Ортаға Ерғосай бабамның ұрпағы Нысанбек ұлдарыңызды шақырғым келіп тұр. Мүмкіндігі шектеулі болса да, осы бір әнменен барлығымыздың жүрегімізге жол тартпақ. Қабыл алсаңыздар, Нысанбек ағамыздың Ассаламағалейкум тойшы қауым, тойларыңыз той қылас. 2 жас бақытты болсын. Құп көріп тәңір болу мен әмір, жаралып іштен денеміз, өмірге біздер келеміз. Ақ пенен қара, бақ пенен ала, күреске бірден енеміз, жеңілеміз де жеңеміз. Бұл өмір сынақ, біріңіз жылап, біріңіз шыдап көтерер. Имандық бір тек, жаманнан бір тек, жақсыға жүр деп жетелер. Жақсыға жүр деп жетелер. Жақсы да болсын, жаман да болсын, ұяда нені көреміз, ұрпаққа соны береміз. Белгісіз бақыт, байқатпай уақыт, аялдамаға жетеміз, тоқтайды сөйтіп кемеміз. Бұл өмір сынақ, біріңіз жылап, біріңіз шыдап көтерер. Имандық бір тек, жаманнан бір кет, жақсыға жүр деп жетелер. Жақсыға жүр деп жетелер. Жаманнан бір кет, жақсыға жүр деп жетелер. Жақсыға жүр деп жетелер. Рахмет. Өзіңізге де рахмет, Нысанбай ауырым. Алла ұзақ ғұмыр нәсіп етсін. Баршаңызға да рахмет, елеп ескеріп жатқандарыңызға, құрметті қонақтар. Ал енді ортаға бүгінгі енді Нұргүлге деп арнайы дайындалған Нұргүлдің бауырларының өздерінің
үлкен сюрприз, інілерінің, жалпы құрбыларының барлығының дайындаған бір керемет дүниесі бар екен, қабыл алыңыздар. Beat nuts, Mr. Meth. You know how we do. Se acabó. Free drinks. Herkes yanıyorum ya Habibi, bana senden fayda yok, yolla şu tabibi. Yüreğimde derman yok. Senin narin narin yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak? Tu ne dis pas les choses. Allô, 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 elle dit je te paro, paro, paro. Allô, 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 elle dit je te paro, paro, paro. Только в сердце, а ты еще жрай. Зажигай, шахерезада, сказный буря, не надо слов. Burası Iğdır'ın meşhur bir köy Kulüken. Ben seni severim, sana yemin ederim. Ben seni severim, sana yemin ederim. Ben seni severim. It's Britney, bitch. Been there, done that, messed around. I'm having fun, don't put me down. I never let you sweep me off my feet. I won't let Akgülek деген, көкгülek деген құрбыларым да бар. Ақ дәулет деген, нұр дәулет деген кластастарым да бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сарқыттарым да бар. Алағайын бітті сау болыңдар. Жалғасбек, барлығы сіздер үшін, барлығын Нұргүл үшін, бауырларының атынан, өзінің ет жүрек бауырлары, Нұргүлдің інілері. Ду қол шамала құрып қошеметтеп қойыңыздар. Рахмет! Ал енді, құрметті қонақтар, барлықтарыңызда көріп отырғандай, мінекей бір уақытымыз кішкене жақындап келеді, таяп келеді. Қазір үлкен астың батасын сұрайсыздар, айыпқа бұйырмаңыздар. 40-на шыдап, 41-не шыдамаған деген қазақтың бір сөзі бар. Аяғына дейін отырғандарыңызды қалаймыз, себебі алыстан келдіңіздер барлықтарыңызда. Мына жақта енді Қайрат ағамыздың өзінің құрдастары, достары отыр. Мынау әнменен жеткізетін болсақ, қасыңда бір болатын, жасысам сыңғалатын, жапанда жаяу қалсам, аямас мінген атын, өмірге бір келетін, көңілге нұр беретін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен деп достар келіп отыр ағай. Қошеметпенен Нұргүлдің папа мамалары, Қайрат ағамыздың, Бақтыгүл анасының құрбы құрдастас достары. Бірге бір нанды бөліп жеген группаластар, сокурсники, класстастар, садикте бірге болып. Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жанымдай. Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жанымдай. Үйде! Ай! Шап! Рахмет, рахмет. Ассаламу алейкум.
Құрдастар, қош келдіңіздер. Әне міне дегенше мінекей ата ене болып жатырсыздар, қыздарыңызды ұзатып жатырсыздар. Немере сүйіңдер, шөбере көріңіздер. Шөбереден кейін не? Шөпшек, шөпшектен кейін сон неменені көрген кеше өздеріңде немене болып қалатындар, соны көруге жазсын Алла тағала. Кім ең бірінші өз еркіменен бас бостандығынан айырылған кім? Кім үйленген? Ең бірінші кім үйленген? Соны айт. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Мына жаңа ауылы Қайрат Бақош, мынау енді бүгінгі күн мына жастарды жолға салып, мына қыздарымызды. Ал енді сол күндерді жаңада отырып қой. Ал не қылды ма? Жалғасбек, мына Нұргүл жаңа қызымыз, бақытты болың деймін да. Өрлі шүбірлі болың дейміз. Мына қазақта мақал бар оны, қыз өсірсең ел танырсың дейді, мал өсірсең жер танырсың дейді. Сол демекші осы үлкен осы аталарымыздың жаңа сара жолымен осы екі ауылдың арасын қосып атқан жастар бақытты болсын. Екі жақ осы бір-біріне тек үлкен жаңа құрметі, жаңа нелері тек жайлай берсін. Басаман болсын дейміз. Тек бәрі осы тойға жиналған қауым осы тек бәріңіздің де үйіңізде той болсын дейміз. Аумин, аумин, аумин. Бастарың аман. Ал енді былай жасасақ, папалар, мамалар, осы отырған мына жерде қыздарыңызда отыр екен. Нұргүлдің группаластары бар, құрбыларында сіздерге қосқалым тұр. Айыпқа бермаңыздар. Шынында да ортаға Нұргүлдің құрбыларын сокурсники, группаластар, барлықтарыңыз ортаға класстастары болып жатса, ортаға шығуларын сұраймыз. Және мұғалім апай келіп отыр. Кешіріңіз, саламатсыз ба апай? Кешіріңіз апай, кешіп қалмадым апай, кешіріңіз. Сау болыңыз апай деп кетсеңдер соны. Қош келдіңіз, келіңіздер. Мен байқамай қалдым, айыпқа бермеңіздер. Ұстаз бар екен деп байқамай қалдым. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяғы жоқ. Ұстаз мұғалім апай, Рахмет, құрметтеріңізге көп-көп. Мана бірінші тоста сұрайтын едім ғой, құрмет дегенде сразу шығып кететін едім. Ал құрметті тойға жиналған әлеумет, құрметті Жанай ауылы, Қайрат пен Бақтыгүлдің тумаластары, ағайындары, бүгін міне үлкен той, қызымыздың ұзатылу тойы. Әрине біздер деген жылына мыңдап бала бітіреміз, бәрінің біріндей тойына бара бермейміз. Іріктінің ішінен іріктісі, сүйіктіміз, жақсы бала деп, бүгін кешке дейін жұмыста болсам да өзім 8-10-да шықтым жұмыстан. Осы жерге тікелей тойға келдім. Ужинді осы жерден жедім қырық. Енді бұл бәрі де осы ата-ананың құрметіне. Енді Нұргүл менің оқушымыздың бәрі бірдей, бірақ ішіндегі Нұргүл бір ерекше бала. Бұл бала деген мен дегенді түсінбейді, бұл біз деп сөйлейтін оқушы болды. Әрдайымда осы сыныптастардың көз отыр ғой, әрқайсысында жұмыстың бәрін әкелсе, осы біз орындадық, біз жасадық деп жүрген сондай бір кең қыз, өте жақсы тәрбиелі, ата-анасы үнемі осы баланың биіктен көруіне қызмет жасап келе жатыр, барлығын көрсетіп, ғылыми жобаларда да облыстық, қалалық, республикалық, сонау халықаралық Қырғызстанға да бірге өзімен барып келген оқушы қызым. Сондықтан да неге құрметтемеске? Өзі мектепті жақсы бітіріп, ұбытысында жақсы бітіріп, оқуын оқып, міне осындай Жалғасбектей асыл жарын тауып отыр екен. Тек жолың болсын балам. Әрдайымда бір болыңдар. Енді Нұргүлді мақтай берсем, жан жақтан енді көп мана айтып отыр ғой, білімді, білікті, тәрбиелі, көпшіл, спортсмен жаңа айтып қойды, дзюдоист деп оның бәрін білетін шығар Жалғасбек. Тек жақсылықта болсын. Әрдайымда күліп бірге жүріңіздер. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Ал Бақтыгүлжан, Қайрат, тек қыздарыңыздың алды екен балдарыңыздың жолы болсын, арты тойға ұласа берсін. Әрдайымда қазір интернет, инстаграм деген жақсы болды ғой. Сіздердің балдардың ауыз бірлігімен сондай ұйымшылдығын көріп мен қызығып отырам.
сіздей ана, сіздей әке осындай балдарды тәрбиелей берсе, бізге де жеңіл болады мектепте. Ал барлықтарыңызға той тілеймін, тойда кездесейік. Ой, апай, әлі уақыт бар. 45 минут қой, енді болады. Рахмет көп-көп. Рахмет сізге де. Папаларына берсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті де қадірлі алыстан жақыннан келіп отырған ағайындар, қонақтар. Бүгін міне Жаңай ауылы мен Байбоз ауылының арасына салынып отырған алтын көпірлерінің куәсі болып отырмыз. Себепші жастар, ал мына аяла өсірген Нұргүл қызымыздың жолы болсын, өмірде бақытты болсын, жалғаспай сенің де жұртың құтты болсын. Мына енді оңай емес, бауыр етін жұлып беріп атсың, біздер енді құтты болсын, оң болсын дейміз де кетеміз ғой, бірақ ертең қиындау болады ғой. Оны қызы кеткен адам түсінеді ғой. Ал осындай қуаныштар баршаңыздың шаңырағыңызда бола берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгін міне Қайрат бауырымыз қызын қияға ұшырып жатыр. Ертең ұлын ұяға қондырғанда соның куәсі болып отырайық. Амин. Мен енді негізінде уақыт алмайын деп көп сөйлемейін бе ғой деп тұр едім, енді сіздер айтып жатсыңыз ғой. Ал Қайрат, Бақтыгүл, бүгін енді тұңғышымыз деп жатыр ғой. Қадамы құтты болсын, алтын көпір ортаға салынып жатыр. Мықты болсын тұғыры. Мына Жаңай ауылына да қызыңыздың жолы болсын деймін. Тек бақытты болсын жастар. Амин. Мана ұмытып кетіппін, мана жаңа қобалжып тұрып кішкене. Мана Қайрат дейтін жаңа құрдас балам осы, мен үйленіп осы Жәмилә дейтін жаңа құрдас балам бар, осы жолдас па, осы күйеулі жолдас болып, осы үлкен тойдың куәсігер болып алған адам. Куәгер осы біздің жаңа немізге. Сосын мына сізге құда болып атқан Доқтырбай дейтін Доқа Байбоз ауылынан, сол менің ағамның, құнан орыс бір ағамның құдалар келіп атқан. Марат дейтін жаңағыдай құнан орыс жаңағыдай ағамыздың інісімін. Соны айтып қойын деп атқаным ғой. Қош келдіңіз, қадамдарына гүл бітсін. Шетменді құрдасқа құда дейін деп тұрсын ба? Құрдастық қалды, құрдастық қалды. Ал, құрметті тойшы қауым, кеш жарық, ассалаумағалейкум. Біз енді өзімізді таныстырып өтейік. Мұна енді Қайрат бауырымызбен тонау 94 жылдан 2000 жылға шейін Есенов университетінде ТМ деген группада заочно бітірген достарымыз. Содан бері міне арамыз ажырамай біргеміз. 10 шақты жанұямыз. Сол бүгін енді белгілі себеппен ажырасып келе алмай қалды. Сол енді Қайрат бауырымыздың бүгін қыз ұзатайын деп жатқан хабарынан соның қуанышты тойына атсалысып қатысуға, көңіл көтеруге келіп жатырмыз. Енді манадан бері жақсы үлкен кісілер жақсы тілектер айтып жатыр. Сол тілектер, бата тілектер қабыл болып, періштелер қабыл болып, оңдар болсын. Енді тойларыңыз құтты болсын. Жастарға тілейтін манадан бері айтылмаған сөз мәңгілік махаббат. Махаббаттың ішіне бәрі сияды. Ал үйлі, күйлі, өмірлі, шүбірлі болыңдар. Мәнді сәнді ғұмыр кешіңдер, жақсы жанұя болыңдар. Ал біз соның қызығын көріп, тойларында бола берейік бірге, қызығын бірге көрейік. Ал бәріңізге той құтты болсын. Міне аппақ әдемі сарайда өте әдемі той өтіп жатыр. Біз соның куәгеріміз. Ал тойға тойғыларыңыз оласа берсін. Ал бол сол. Группаластар. Жігіт жолдаспен не келмедіңіздер ма? Қыз жолдасы қайда? Вообще Нұргүл қыз жолдасы алып қашып кеткен жоқ па біреу? Таппай қалдым вообще. Кел, құда бала. Кел жейші. Қыз жолдасқа еге болмайсың ба? Айта беріңіздер. Нұргүл жаным, бақытты ол, барған жеріңе тастай батып судайсың. Мама, папа, ұшырып атқан қыздарыңыздың жолы болсын. Мен Нұргүлдің бала күннен келе жатқан құрбысымын.
кішкентайынан бірге келіп бірге өскен. Жаным Нұргүл, тек бақытты бол. Сен де құрбым таптың міне теңіңді, қадамыңды, бас алдыға сенімді. Бақытты бол, тастай батып судайсың, бақытты қыл барған жұрттың еліңді. Жаным бақытты бол, тек жыламай аман есен, сол әулетті иналатты ибалы келіндерінің бірі болып жүре бер. Аумин, аумин, аумин. Баршаңызға сәлеметсіздер ме? Біз Нұргүлдің группаластары боламыз. Аға, апа, тойларыңыз құтты болсын, тек тойдан тойға ұласа берсін. Ал құдаларға айтарым, төрден алған орындарыңыз құтты болсын, келіндеріңіз тек бақыт береке әкеле көрсін. Жалғасбек, Нұргүл, бүгінгі құрып жатқан шаңырақтарыңыздың босағасы берік болсын. Нұргүл, саған тек бақыт тілейміз. Саған деген бір сыйлығымыз болған, оны саған табыс еткенбіз. Сол тек тілеріміз бақыт, аман есен, еліңе орал. Ал жаңа айлауды тойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Нұргүл мен Жалғасбекке өмірдегі ең бақытты сәттердің баян тілейтін болам. Нұргүл жаным, осыдан бір 5 жыл бұрын танысқан болатынмын. Группаласым болды. Әлі күнге дейін дос болып келе жатырық. Міне, бүгін жемісін көріп отырық. Бір-біріміздің тойымызда бұйырса қызмет етіп жатырмыз. Алланың назарында бақыттың базарында жүре беріңіздер, бақытты болыңыздар. Ой, бәрекелді, рахмет. Ассалаумалейкум, тойшы қауымдар. Ал енді не айтамын, Жалғасбек құтты болсын енді, құсын құтты болсын, қондырып атқан бұйыртса, аттан ендеп жатқан. Нұргүл, Жалғасбек, енді екеуіңе бақыт тілеймін. Тек шаңырақтарың шайқалмасын енді, биіктен көріне берің, енді өбірлі-шүбірлі болып солай жүре беріңдер. Ой, бәрекелді. Сосын сендер де көп сөйлей бермей үйленіңдер, тұрмысқа шығыңдар деп, мына шаңырақтың атынан Қайрекемнің жиған тергені мал баланың шашу деп, Бақтыгүл жеңгейдің атынан келіңіз. Келіңіз, келсеңіз. Жұғысты болсын дейді ғой, тойдан тобықтай. Бақтыгүл, келініңіз ба? Келініңіз ба? Өтті күшті келін екен кәдімгі. Вообще, сөз жоқ. Арт жақпен айналып, алдын өтіп деген. Болмайды ғой. Мына үлкен кісілер тұр ғой. Саламат. Не, нормально, все нормально, күшті. Once you're like by this, like it. Ал, құрметті тойшы қауым, тойымыз құтты болсын, қызымыздың жолы болсын. Мындай енді күйеу жолдас пен қыз жолдасымыз бар. Қызымыз бен күйеу баламыздың жаңағы қуаныштарына ортақтасып, қастарында болып, қуаныштарымен бірге бөлісіп, соңына дейін қастарында жүріп, көмектесіп жүргендеріңізге көп-көп рахмет. Алғысымыз шексіз. Той иелерінің атынан сіздерге азғантай ғана сыйлығымыз бар, соны қабылдай аламын. Нормально сыйлық, нормально. Азғантай деп айтпаңыз. Басы бос қыздарға, басы бос әлі үйленбеген жігіттерге нормально сыйлық қой, кәдімгі бүйтіп жүзік тағып жатса. Дұрыс емес пе? Жұғысты болсын. Естелікке суретке түспейміз бе? Сізді, вообще, Марияш қайда? Бақтыгүлдің группаластары қайда вообще, Марияшты? Вообще, келсеңіздерші, Бақтыгүл ханымның кәдімгі группаластары. Әркімге тайға таңба басқандай атаумен атау керек екен. Кім? Қайда? Кімдер қалып кеткен? Тарбия, Марияш, Фариза. Марияш, Фариза, Тарбия. Қаяқта отыру? Сәлем айт, сәлем айт. Біз вообще неға отырмыз деп қойсайшы, неға отырмыз мына жерде. Жоқ, әркімнің өзінің теңеуі бар. Аны бүлдіріп атыр, бәрін. Құрметті тойшы қауым, мен ешқандай группалас емеспін. Жаңа ауылы, Қайрат қайным, Бақтыгүл келінім. Мына бүгін Нұргүл қызымызды ұзатқалы жатырмыз. Жолы болсын, екелі маңдайы болсын, бақытты болсын. Тек барған жерінде жыламай жүрсін. Екі бала бақытты болса, қайным мен келінім де бақытты.
Тек біздің Жаңай ауылына той деп келіңдер, тойға аласың. Аумин. Көңіл ғой. Көңілден көңіл су ішеді дейді. Бақтыгүл ойлап тұр ғой сіздерді. Вообще манадан бері сөйлеген жоқ, бір хотя бы сөйлеп кетсінші деп. Ішіп жеп кете бере ма деп постоянно. Кім қареке, естелікке суретке түсу керек кеттік, жүріңіздер. Иә, кәнекей, естелікке папа мамаларымен бірге құрбылары, кәнекей. Бөлік түсіңдер ма? Бәрекелді, рахмет. Ал енді папа мамалардың кезіндегі болсын, енді қазір ән көп қой, Аллаға шүкір. Бір кішкене бой жазып биге, би алаңына. Аламан би болсын. Құрметті қонақтар, тілек ниеттеріңіз қабыл болсын деп ортаға тойдың сәнәнмен би жіберген екен. Белые розы тербеткен би алаңы, жатуын сүйген ол гүлдер қиял әні. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан, гүлім әсем раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, уақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, қанардай болған көз жазып жүзімді алсам, нәп-нәзік бұралғым, өзіңсің гүл арман. Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым, сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, уақытта сені бағарым қызым болсаң, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, қанардай болған көз жазып жүзімді алсам, нәп-нәзік бұралғын, өзіңсің гүл арман.
вечерім болады пати. Қыздар бүгін типі на стилі, қызыл жасыл түрлі лосин. Жігіттерден біздің қалыспауда, үстінде пиджак цвета малина. Миллионер бәрі жас менің әрі, колонкада Шатуновтың әні. Жалбыраған жар сол кездің сәні, ауызда қып-қызыл виноның дәмі. Черно-белый фотка, фоткада мотоцикл, тотқа топ бала қызбенен техничный өтіп барам. Топ бала көріп қалды ол бұны. Еліңді биле, тегіңді болса, бұл дискотека, ертеден оса. Магнитофоны барына қоса, ойнасың әнді, ертеден оса. Еліңді биле, тегіңді болса, бұл дискотека, ертеден оса. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Көп рахмет, қымбатты құрдостар. Баршаңызға да ниет тілектеріңізге дастархан басына жайғасып үлкен астың батасы бар. Және де осы әулеттің ағайын тумалас той иелері бар. Аманаттар әулетінің 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін келтіріп, қызымызды үлкен ақсапарға ардақтап шығарып салайық. Басы қасында болыңыздар. Үлкендерден бата сұраймыз қазір. Ал енді шынында да жаңа құрдастардың сөзінің жаны бар. Біз тілекті айтамыз, мен тойды жүргізем, кетіп қаламыз. Ал үйде қалатын әке менен ана. Жалпы Жалғасбек, мынау енді бүгін сен қыз алып кетіп бара жатсың. Ер қылатында ер жігіттің басын төрге де сүйрейтін, есікке де сүйрейтін әйел адам екенін ұмытпа. Жалпы әйелді бағып қағу ер азаматтың қолында екен. Қолыңа қондырған құсың деп жатыр, аманат деген болады, аманатқа қиянат жасамағайсың. Жалпы жақсы жігіт кім десе, салиқалы әйелдің азаматын айтады екен. Жақсы жігіт деген жалпы жан жарына сенімен бірге мәңгі бақи бірге болатын. Әке, ана мәңгілік қасыңда болмайды, бірақ енді Алла сақтасын, тек жақсылық бола берсін. Жаныңда бір жастықта қартайыңдар деген сөз бар, бір жастықта және де бір дастарханда Құдайдың құтты күні қасыңда бірге жүретін Нұргүлдей жан жарыңды қадірлей біл дегім келеді. Кей азаматтар көкірегін көтеріп, мен еркекпін, еркектің айтқаны болады деп, көп жерде өзімізге көп алып қоятын жағдайлар болады. Ал әйел адам ол қабырғадан жаралған. Жүрек тұсындағы қабырғадан жаралып, Алла тағала біздің аманат қылып берген екен. Әр нәрсе тең-теңіменен, жұп-жұпменен. Сондықтан бүгінгі қосылып жатқан жұбыңды аялап, бағалап, құрбы құрдастың арасында басыңды биік ұстап жүретіндей азамат болғайсың. Оның барлығы сенің қолыңда. Сондықтан бүгінгі осындай тағы да бір жақсы тілекті арнауға мен Амановтар әулетін шақырғым келіп отыр. Енді қыз дегенің асыл тас қой судағы, қыз дегенің қызыл гүл ғой қырдағы. Егерде Нұргүлдей қызға қолың жетсе, Жалғасбек, бақыттымын деп санай бер өзіңді. Ғалымның інісі, ғалым інісі мен Айбек інісі. Барлықтарыңызды жалпы Амановтар әулетін ортаға той иелер деп дуғыл шапалақпен шақырайық кәнекей. Құрметтеріңіз болсын. Есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз, толы болып байлыққа, бақытта, шаттықта. Есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз, толы болып байлыққа, бақытта, шаттықта. Есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз, толы болып байлыққа, бақытта, шаттықта. Есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз, толы болып байлыққа.
өтсін өмір жылдарымыз. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз, толы болып айлыққа. Бәрекелді. Құрметті нағашылар, құдалар, әкелер, аналар, жиен, бөлелер, құрдастар, бүгінгі осы тойға атсалысқан осы кісілер жалғыздың үні шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды. Қайрат ағамызбенен Бақтыгүл жеңгейдің жанына жалау болып, шапқылап жүгіріп жүрген азаматтар және де келіндер, барлықтарыңызға да үлкен алғысымыз. Дуғол шабала құрып қошеметтеп қойыңыздар. Ел ағасы дейміз, өздеріңіз бастасаңыздар, азаматтар, кәнекей, ағалар. Ал, құрметті қонақтар, бұл біздің әулетімізге қош келдіңіз. Тек алтын уақытта бөліп келіп атқаныңызға рахмет. Ал, Қайрат інім, Бақтыгүл келін, мына енді қызымыздың жолы болсын, бақытты болсын барған жерінде. Енді сіздің де алғаш қуанышыңыз ғой. Анда балдамыз үйленіп, тек осындай тойда көп қонақтардың арасында тек сыйлы болып, осындай той жасай беріңдер. Біздің енді не айтам, жаңа Аманаттар әулетінде тек осындай той бола берсін, келіп жатқан қонақтар тек қуанышта, осындай тойда жинала берейік. Бәріңізге де осындай тек той тілеймін, қыз ұзатыңдар, бала үйлендіріңдер, келін алып, тек тойдан тойға жете берейік. Ал, ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, құрметті қонақтар. Бүгін енді біріншіден алтын уақыттарыңызды бөліп, осындай Жалғасбек пен Нұргүл қарындасымның тойына баршаңызға қош келдіңіз деп айтқым келеді. Енді бүгін осы кеште, осы тойдың алдында дүбірлі халық қарайған тілектерін айтып, жақсы тілектерін айтып, игі тілектерін айтқан болатын. Сол қазақта айтады ғой, 1000-ның бірі уәли, 40-ның бірі қыдыр деп. Сол бір адамымыздың, бір қонағымыздың тілегі қабыл болса, Алла тағала соны қабыл етсе, біздің жастарымыз бақытты деп есептейміз. Енді құрметті Қайрат аға, Бақтыгүл жеңеше, бүгінгі осындай дүбірлі үлкен қуанышыңызға қош келіп отырық бәрімізді. Сіз үшін шын жүректен қуаныштымыз. Енді Нұргүл қарындасымызды осындай той жасап шығарып салатсыз. Жастарға тек бақыт тілейміз. Сендер соның қуанышында болыңыздар. Жиендердің қуанышына немерелі болыңыздар дегім келеді. Тек бұнымен біздің ауылымыздың той тоқтамасын дегім келеді. Қай уақытта да осындай жақсы күндер, қуанышты күндеріміз көп болсын дегім келеді. Тек осындай ауызбірлікте, жақсылықта жүйерейік. Енді құрметті бүгінгі той иелері, мына Жалғасбек күйеу баламыз бен Нұргүл қарындасымызға жақсылық тілейміз, амандық тілейміз. Қазақта айтады, дау мұраты біту дейді, жол мұраты жету дейді. Нұргүл сияқты аялы қарындасымыздың Жалғасбек сияқты өзінің сүйіп қосылған жігітімен бірге болу дейді. Жастар, құрметті, бақытты болыңдар, үбірлі болыңдар, шүбірлі болыңдар. Тек барған ауылына жақсы келін бол, бақытты болам деп барма, бақытты етем деп бар сол ауылға. Жұптарыңыз ешқашан жазылмасын. Осы жерде Жалғасбек күйеуіміздің шашбауын көтеріп келіп отырған құдаларға да қош келдің айтамыз, жеңгелеріне де. Ауылдарыңызға дұғай сәлем айтып барыңдар. Жаңай ауылы, жаңайдың ішіне тасым ауыл дейтін осындай бүгінгі төрде тұрған біздің Қайрат ағамызбен Бақтыгүл жеңешемізден ертең құдалықта бар, жақсы күндер олар, соның ішінде болайық. Жастар, сендер тек бақытты болың. Алла тағала сендерге таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін дегім келеді. Бақытты болыңдар, жақсылық тілеймін. Осы бүгінгі тұрған, төрдегі отырған өмірлеріңіз мәнді де, сәнді болсын. Бақытты болыңдар. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Нұрген аға, Қайрат аға, жеңешелерім. Бүгінгі мына мен қарындасымның барған жерінде бағы болсын қарындасым. Бақытты болыңдар жастар. Барлық жақсы тілеймін. Аға жеңеше, балдар бақытты болсын.
Қымбатты тойшы қауым, ардақты ағайын, бүгін біздің әулетіміздің қара шаңырақтағы ұлы тойға қош келдіңіздер. Осы тойды жақсы өтуіне атсалысқан Қайратымның, Бақтыгүлімнің жұмыстастары, достары, құрбы құрдастары, Нұргүлімнің құрдастары, қымбатты құда-құдағайлар, бауыр етіміз, бөлелеріміз, әкешімнің бөлелері, анамның бауырлары, нағашыларымыз, сүйікті жиендеріміз, анашымның нағашылары, бізді осы анашымның орны деп бізді өте қатты сыйлап жүрген, алыстан жақыннан келген барлық нағашыларымызды осы тойымызды жақсы өткізуге атсалысқандарыңыз үшін, арнайы әдемі тілектеріңізбен келгендеріңіз үшін бәріңізге аса көп алғысымызды білдіреміз әулетіміздің атынан. Ақ Нұргүлімізді мәпелеп өсіріп, жақсы тәрбие беріп, үлкенді сыйлауды, кішіні құрметтеуді, атасы мен әжесін бағуды үйреткен сүйікті інім Қайрат, келін Бақтыгүл, бүгін сіздің алғашқы перзенттеріңіздің ұлы өмірге аттануына арналған тойларыңыз құтты бола берсін, жалғасын таба беріңіз. Аялап өсірген ақ Нұргүліміздің жолы болсын, бағы болсын. Жеңіс Жалғасбек, сен де осы елдің сүйікті күйеу баласы бол дегім келеді. Ал енді одан да бөлек ең үлкен құрметіміз жаңадан келіп жатқан құдалар Байбоз ауылы, қадамдарыңызға гүл бітсін, 1000 жылдық құдалығымыз жалғасын таба берсін. Тойдан тойға жетіп, осындай қуаныштарда бас қосуымыз жалғаса берсін. Рахмет. Алып қосыр келіндер, енді қарындастар. Кім? Ал құрметті тойшы қауым, қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Ал мына қайным Қайрат пен Бақтыгүлге алғашқы балаларыңыздың қуанышы оңынан болсын, қызымыздың маңдайы болсын, жолы болсын. Ал Нұргүлше, тек барған жеріңде бақытты бол жаным. Тек әрдайым үйлеріңде той болсын ал. Аумин. Бәрекелді. Мен енді сіздерден ағалар, келіндер тұр, қарындастар тұр. Бөліп жарғым келмейді. Той иесі Амановтар әулеті деген соң, ортаға енді Қайрекең өз той еретінде дәм жасса талай тойға кез келеміз. Күн сайын өркендейміз, өзгереміз. Ұлы менен қызы үшін бақытты ғұмыр кешер. Ендігісін әке менен анаға сөз береміз деп, Қареке өздеріңіз алғыстарыңыз. Ал тойшы қауым, құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Мына біздің алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің қуанышымызға ортақтасып келіп атқандарыңызға Алланың нұры жаусын. Мына өзіміздің, мына әке шешеміздің айтып кеткен аманаты бар еді. Алыстан келіп атқан өзінің нағашылары осы той жиын болса қалдырмаң деп кеткен аманатын біз ақтауымыз керек. Аманатқа қиянат жоқ. Алыстан келіп атқан Раушан апамызға, Мұрат жездемізге, Роза апамызға, Марат жездемізге және Мәндібай ағамыз бастап келген бір топ нағашыларымызға Алланың нұры жаусын. Және де екінші айтып кеткен тілек аманаты мына өзіміздің Шеркеш ауылы. Орынбасар, Жалғас, Мереке, Кенже, Арай апа, Тыныш апаларға мүлдем тастамауға болмайды. Одан кейінгі тағы бір бөлелеріміз бар. Олар мына
кедей Алдаберген ағамыз бен Қалампыр жеңгеміздің ұл қыздары, Уайс ағамыз, Сәнтөре жеңгеміз, Жаңалық ағамыз, Жібек жеңгеміз, Бәйіш ағамыз, Талсын жеңгеміз, Талғат ініміз бар, жанына келініміз бар. Оларға көптен көп рахмет. Бұл кісілердің орны тіптен тек бөлек. Және мына Ақтөбеден Арыстан келіп жатқан Айгүл апамыз бар. Ақтөбеден келіп жатқан Шолпан құрдасымыз бар. Ақгүл апамыз бар. Аттың басын алыстан. Жібек апамыз бар. Ақтөбеден келіп жатқан. Бәрі де құтты болсын. Ал қадамдарыңызға гүл бетсін. Сосын айтып кететін мына бір өзіміздің ұжымдастарым бар. Оларға да көптен көп рахмет. Мына өзіміздің тайқұйық құлындай тепсі өскен құрдастарымыз Нұрлан, Бақтыбай, Бегалин бастап келген құрдастарымызға мыңда бір рахмет. Жолдастарымен отыр. Одан кейін мына институтта бірге оқыған группаластарымыз Айсұлтан, Шыныбек, Жәнібек деген жігіттер семьялармен келіп отыр. Көп-көп рахмет айтқым келеді. Және мына класстастарымыз отыр. Дәмеш, Толғанай деген қыздар. Сен тұр, мен атайын деген қыздар бұлар. Ал бәріңіздің де қадамдарын құтты болсын. Нұргүлжанның мына группаластары, құрдастары бар. Олардың да қадамдарына гүл бетсін деген келеді. Ал және де айтып кететін тағыдан болса Кенжебек деген асабамыз бар. Ол да осы 3 айдан бері осы тойға дайындалып, күнде соғады телефон. Болайын деп жатыр ма, болмайын деп жатыр ма? Әрине болады. Осы інімізге көп рахмет. Қасында бүткіл командасымен келіп отыр. Алматының театральный драма театрының кейіпкерлері. Көп рахмет. Алғысымыз шексіз сіздерге. Және мінерде өзімнің жалғыз түйір бажам бар. Тұршы орнынан бір тұршы. Қара болса да қасында аппақ балзым бар. Гүлбақыт деген. Өзі хореограф, осы қаламыз бойынша, облыс бойынша және республика көлемінде алдына жан салмай гран-при бас бәйгені қанжығасына байлап жүрген, осы биге мана көріністегі билердің бәрін осы ұйымдастырып атқан осы Гүлбақыт балзыма көп рахметімді айтам. Және осы шаңырақтың иесі бар Бақтыгүлдің туған апасы Қаймекен болады. Оған да мыңда бір рахмет. Осындай шаңырақты бізге ұсынып отқан. Және мына Алматыдан келген инабат қарындасымыз бар. Шымкенттен келген. Ол да өзінің командасымен келіп отыр. Тек талабың таудай болсын. Ал құрметті ағайын тумалар, бәріңізге алтын уақыттарыңды бөліп келіп атқандарыңа мыңда бір рахмет. Мына балдарыма енді жаңағы тұмсықтыға соқтырмай өсірген, үкіле өсірген ақ Нұргүлімізге жол болсын айтқым келеді. Барған жерінде тек баянды, мәнді, ғұмыр кешіңдер, махаббаттарың мәңгі болсын. Мына Байбоз ауылдарына да әулеті, сіздерге де мына қадамдарың құтты болсын. Той жалғаса берсін, ал құтты болсын бәрі де. Қош келдіңіздер. Ал құрметті ағайын, тума, құрдас, жігзат, класстас дейді ғой, бәріңізге де көп-көп рахмет. Алтын мұсы уақыттарыңызды бөліп, мына құдалар, алыстан келіп атқан менің жаңағы енемнің нағашылары менің сөзімді, бір сөзім тастамай келген. Көп-көп рахмет сіздерге. Ал құрметті мына жерде бәрін жаңағы менің өзім отағасым бәрін айтып тастады. Осы кісінің арқасында осындай
кең жаққан осындай той жасап атқаным, осындай жарқырап тұрғаным да осы менің отағамның, осы кісінің арқасында бәр зат. Осы Ақсұлу ресторанында өзімнің туған апам осы ресторанды саспа, бауырым, ешқандай қиналма деп, Ял апама көп-көп рахмет айтам. Сосын осы қызымның сырға салам деп жүгіріп жүрген Талқат бауырыма да көп-көп рахмет айтам. Осы жерде Батыр деген бүкіл жаңа мана слайдтарын бәрін түсіріп, күні түнік көздерін алмай, мына жерде фотографтар інілерім бар, оларға да көп-көп рахмет. Менің жаңа қуанышыма да неге де. Енді осы жерде, енді мен айтайын деп отқаным, мен осы жерде ең бірінші осы жердегі ағайын бауырларымдарыма, ең тумаларымда, осылар менің ең қуанышымда да, нелерімде де, қайғымда да, жылағанса, көз жасымды сүртіп, қуанса бірге қуанған апа жезделеріме, қайнаға, абысындарыма, келін, қайныларыма көп-көп рахмет айтам. Енді осы балапанымды оқытып, тоқытып, жаңағы айтып жатыр ғой мұғалімі. Өзінің, мен оған сенімдімін. Шынымды айтсам, менің екінші анам тәрбиелеген. Мен көбінде жұмыстамын, 75%. Ол анам марқұм бұл дүниеден өтіп кетті. Ол кісінің тәрбиесін алған, бәрімізде осындай керемет жан болып тұрмыз. Ол кісінің тәрбиесін алған, ол қыз мен ана байбоз алдында да керемет келін болады деп сенімдімін. Ал қызым жаным, мына Жалғасбектің еңді құсаңды тауып, ұшқан осы ұяңнан ұшайын деп атсың, барған жеріңде бағың болсын, тек дұшпанның болмасын, дұшпанның аяқ астында болсын, періштең жолдас болсын, бақыт жұлдызың сүнбесін, ана ауылда да бақытты қылып, біздің ауылды жалғас бақытты қылып, екі ортада алтын көпіріміз бірлянт болсын деймін. Тек осы тек екі жыламай, тек күлкіңнен, жүзіңнен күлкі айырылмасын, Алла тек сенің тек қорғаның болсын деймін. Амин, амин, амин. Бәрекелді. Ал енді, құрметті қонақтар, мінекей 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін естідік. Енді мынау жанұя болып аманаттар әулеті естелікке бір сурет, келіндер бар, жан жағымыздан қаумалап. Мен енді Жалғасбек, бүгіннен бастап сенен рұқсат сұрайтын боламыз. Себебі сіздің қолыңызға аманат қылып тапсырып жатырмыз Нұргүлді. Ал дәл бүгін қазір мен Нұргүлді шақырайын деп жатырмын. Нұргүлді папа мамасымен суретке түсуге бола ма, Жаке? Жібересің ба? Жалғасбек, сізден сұрап жатырмыз, айыпқа бұйырмаңыз енді. Бұдан кейін сіздің қолыңызға қондырған құсыңыз деп жатырмыз. Шапалақпенен, қошеметпенен Нұргүлге құрметіміз таямай ағайын. Тумаластармен бірге естелікке бір суретке түссін деп жатырмыз. Өмірде сырласатын, сыйласатын, өзінше үн қосатын, сынаққа да сен үшін қарсы тұрып, бағындырып белесті қырдасатын, бауыр керек, өмірде жанға жақын, тек жақсылық. Кешіріңіздер, мен байқамай қалдым, айыпқа бермеңіздер. Жаке, айыпқа бермеңіз, мен сізді де шақырайын дедім, бірақ қыз ұзатып атқан кезде күйеу баласы қайнатасымен суретке түсем деп ұялып өзін не қылып ыңғайсызданып едім. Ондай қазақта болған еді, Қареке, ол енді айыпқа бермеңіздер. Мынау үйлену тойы емес, қыздың ұзатылу тойы ғой деп қызды ғана шақырғаным үшін кешірім сұраймын. Жаке, бақытты болыңыздар. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Ал ендеше, өздеріңіз, түсе беріңіздер. Келіндер, таба қалайық. Келіндер, таба қалайық,
Оңдаса. Ал ақсақалдар мына үлкен табақты келіндерге беріп ас қайырлысын деп жатырмыз. Тұна дастарханнан. Бас құдалардың дастарханнан, құдалар. Әй, бәрекелді. Алла де. Ал енді ұлықсат болса, Қайреке, жастар баталысын. Құдадан бата сұрайық. Жастар, келіңіздер. Бата алыңыздар. Құдалардан бата сұрайық, құрметті қонақтар, Байбоз ауылынан келіп отырған кәнеке құда. Ләхи аумин, көтеріңдір білекті, нұрға бөлеп жүректі. Ашқа берекет берсін, адамымызға қанағат берсін. Жолыққанда жолымыз болсын, Қызрата жолдасымыз болсын. Мединада Мұхамбет, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстаудың ойында Пірбекет. Осы қосылып атқан шаңыраққа бақыт әкелсін, шаттық әкелсін, дастархандарың мол болсын, той-той боласын. Аумин. Ал енді қариялар аят оқитын қайыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi aleminarrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustaqîm. Sıratal en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve'd-dallîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynayikal kavsar fasalli rabbika ve nadhar inna şeneke huvel abtar. Subhan rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Осы оқыған Құранды қалағанда Алланың жолына, Алланың үмбеттеріне, 21 аталарымыз рухына, Маңғыстаудың 362 әулілеріне, ақсүйектердің рухтарына, мына ұзын жолдың бойында жатқан әулілердің рухтарына, бізден деметкен дін мұсылмандардың рухтарына бағыш еттім. Жатқан жерлері жайлы болғай, топырақтары торқа болғай, жандары жәннаттан болғай, мінгендері пұрақ болғай, жаққандары шырақ болғай. Я Алла, бергеніңе шүкіршілік, бір өзіңе құлшылық етейік. Отбасыларымызға, балдарымызға, немерелерімізге шапағатың нұрың жауғай. Жортқанда жолдарымыз болғай, Қыдырата жолдасымыз болғай. Сапарларымыз сәтті болғай, көліктеріміз игілігімізге бұйырғай. Оқуларымыз, жұмыстарымыз жемісті табысты болғай. Еліміз тыныш, халқымыз аман, жайлауларымыз малды болғай. Шаңырақтарымыз биік, босағаларымыз берік болғай. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, тату-тәтті өмір сүрейік. Мына екі жастар бақытты болғай, жолдары ашық болғай. Баянды да бақытты өмір сүргей. Раббана атина фид дуния хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабан. Аллаху акбар. Бәрекелді. Алла разы болсын. Ақсақал әкелер. Алла разы болсын. Ал енді құрметті қонақтар, құдалар өздеріңіздің үлкен аманаттарыңызды тұнау есік жақтан күтіп ары қарай алып кетесіздер. Дәл қазір қызымызды осы төрден бастап ақ жолға түсіп, сол ақ жолдың екі жанына, екі қапталында құрбы құрдас, ағайын туман ағашы, жиен бөле, құда жекжат қоштасып, құрметпенен ардақтап, сән салтанатын келтіріп шығарып салайық ағайын. Келіңіздер, құрметті тойшы қауым, осы ақ жол матаның екі қапталына
тұра қойыңыздар. Қазір сіз болып, біз болып, Нұргүл қызымызды ақ жолға салып, әдемі әуенімізбен шығарып салатын боламыз. Келіңіздер. Жалғасбек, сізге рұқсат. Сырттан машиналарыңызды дайындай беріңіздер. Мөлдір қызымызға бата сұрайық дейді, ортаға шығып. Үлкен кішілер кетіп қалмасын. Ауылымыздың ақсақалдары болса, жол батасын сұрайық. Бисмиллах деп, ақ жол матамыздың қасына тұрғызыңыздар. Келіңіздер аталарымыз. Алла тағала балдарымызға жолдарын ақ қыла көр, бақ береке бере көр. Тек қана аманшылықта болайық, дендерің сау болсын, жолдарың болсын, ақ жол. Әумин. Әмин. Берген баталарыңыз періштенің құлағына шалынсын. Қимайды ұзат жан қыз баласын, жүрегіміз қалай ғана сыздамасын. Құдалар алақанға салып бердік, жүректің жылып алып бір парасын. Бүгінде мінекей қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, аялап өсірген қызымызды сіз болып, біз болып, аялы алақамыздан шырғалы жатырмыз. Олай болса, мен осы жерге анамызды шақырғым келіп отыр. Өз қолыңызбен әдемі қызыл сәукелесін кигізіп, әдемі қызыл орамалын иығына жабыңыз. Анамызға деген бір қошеметіміз болсын, ағайын. Қызғалдақ гүлде дидарың нұрлы шуақты күнде. Қызымыз барған жерде бақытты болсын, бақытты баянды болсын, маңдайынан бір сүйіп қойыңыз, маңдайы болсын. Олай болса, құрметті ағайын, қызымыздың жолын көп бөгемей, сіздермен мінекей маңдайынан сүйіп, әдемілеп, күліп шығарып салайық. Қызымыз барған жерде бақытты болсын, ағайын.
жолын көп бөгемек ағайын. Қиялмай көңіл шіркін босағанды, салайын мен бір әнді қош аманға. Қош менің атамекен алтын ұям, қош менің әке шешем шаңырағым. Kinoda görelim.